Таңертеңгілік жұмысына шығып бара жатқан Алмагүлге анасы бір жаңалықты елеусіздеу ғана айта салды. Апа жездесі Еділді шетелге магистратура оқуға жіберетін болыпты. Алмагүлдің жүрегі шым ете түсті. Сәл кібіртіктеп қалды да ештеңе деместен сыртқа шығып кетті. Мектепті үздік бітірген, кішкентайынан алғыр баланың өздері тұратын шағын қалада қалмайтынын, түбі білім іздеп үлкен қалалардың біріне кететінін ойлап, іштей сол күннің туатынын біліп жүрсе де, хабарды оқыс естігеннен де өзінің жүрегі кенет қысылғандай болып, тынысы тарылып кетті. Дереу әпкесіне телефон соғып, мән-жайды білгісі келген, бірақ қашанғыдай батылы бармады. Бір жағынан әпкесінің көңіліне де қарады. Екінші жағынан мәселенің анық-қанығын білмесе, жаны тыншымасы өзіне аян. Телефонды айналжықтап біраз жүрді. Бір-екі рет сөмкесіне қарады да, іліп есікке дейін барды да кері қайтты. Бүйткен күні дұшпанының басына да бермес деп ойлады. Үстел басында отырғанмен не жұмысына ден қоя алмай, не алаңдатқан ойдан арыла алмай күнді әзер батырды. Күн ұзаққа біресе әпке жездесінің үйіне баратын сылтау іздеп, біресе өзін сабырға шақырып, әрі-сәрі күй кешкен ол бәрібір бір тоқтамға келе алмады. Ой оңға бөлініп, алып ұшқан сезімін әзер тежеп отырғанда, алдында тұрған телефоны шырылдап, тұтқаны көтерер-көтерместен ар жағынан әпкесі Айнагүл жарқын дауыспен: «Алмаш, амансың ба? Күнді жұмысыңнан алаңдатпайын деп әдейі кешке хабарласып отырмын. Біздікіне кел. Жездең Алматыдан оралған. Жақсы жаңалығымыз бар. Еділжанды Лондонға оқуға жіберетін болдық». Алмагүл телефон тұтқасы қолынан түсіп кеткендей қыса үздіге түсті. Терең тыныстап алып, солай ма?» деді сабырлы сөйлеуге тырысып. Көзінен домалап түскен моншақ жасты алақанымен сүртті де: «Мақұл әпке», деді. Бұл хабар өзіне ерекше әсер етпегендей сабырлы дауыспен. Әпкесінің үйі мұның жұмысынан бір аялдама ғана жерде еді. Жақындығын сылтауратып, кейде бүгін үйден тамақ алудың реті болмады деп ара-тұра түскі ас ішуге осында келетін. Әпкесі ондайда қуана сөйлеп: «Құтыға құйып түскі ас тасығанша күнде осында келіп тұрмайсың ба?» деп қарсы алғанда өзінің ішкі есебі үшін ұялып қалатын. Сосын бірнеше күн бойы әпке жездесінің үйіне жоламай кететін. Телефон тұтқасын қоя салмаған Алмагүл дереу жиналып әпке жездесінің үйін бетке алды. Құдды бұл барғанша Еділ Лондонға кетіп қалатын сияқты асығып, аяғы аяғына жуыспай дедектеп келеді. Есікті Еділ ашты. «О, тоба, әкесінен қалай аумай қалған?» деп ойлады Алмагүл. Есіне Жасынбек түсті. Алматыда өткен студенттік жылдар түсті. Бұлар 3-ші курста оқып жүргенде сырттай оқитын бөлімнен ауысып келген Жасынбек көп ұзамай-ақ жігіт аз, қыздары көп тарих факультетінің еркесіне айналған. Қай жерде жүрсе де қыздар у-шу етіп қаумалап: «Ән айтшы, гитара тартшы» деп қиылатын. Обалы нешік Жасынбек көп бәлсінбейтін. Маңдайына түсіп тұрған шашын салалы саусақтармен тарақтай кері қарай қайырып тастап, бір әннен соң бір әнді төгілдіре орындайтын. Гитараның шектерін сипап теріп, әдемі қоңыр даусымен: «Келем деп сәулем-ау, келе алмадың» деп күрсіне жырлағанда, сол жерде тұрған қыз біткен мынау келбетті өнерлі жігіттің қадіріне жетпей, екі көзін төрт көз қылып күттіріп қойған шөпжелкенің орнында мен болсам ғой деп іштей ақыратын. Және ол сезімдерін жасырмай: «Жаскен, сен шақырғанда келмеген қыздың құны көк дейін. Сен біздің кез келгенімізді шақыршы» дейтіндерін қайтесің. «Я, мені шақыршы, сен шақырсаң жердің түбіне болса да барар едім» деп ойлайтын Алмагүл де іштей. Шуылдасқан қыздардың тасасында тұрып, қасын керіп, біресе түйіп, біресе тағы да керіп ән шырқап отырған жігітті үнсіз ғана көзімен аймалайтын. Себебі сезімін сөзбен жеткізбек түгіл, жігіттің жадына тақап баруға жүрексінетін еді. Жасынбектің ән айтқан кезде қыздарға қырдырта көз салып, шумақтың әр жолын нақты соған арнап отырғандай бір сәт назарын кідіртіп айтатыны барды. Бірде сол әдетімен тыңдаушыларын жағалай шолып келе жатып, өзіне елжірей қарап тұрған Алмагүлдің көзімен көзін түйістіріп қалғанды.
екеуі де селт етті. Қыз оттай қызарып төмен қараған. Көпшілік назарына үйренген жігіт сыр бермеді. Әдетімен әр жолын әр қызға арнағандай болып, өлеңін әр қарай айта берді. Мен сені ұнатамын, бірақ сезіміңді қайтейін, жылап сұрап. Жасынбек екеуінің жақындасуына ауылдасы, өзінен бір курс жоғары оқитын Ғайша себепші болды. Кезінде Ғайшаның анасы мен мұның анасы бір құйқылжыта ән айтса, бірі мың құбылта билеп ауылдың көркі болған дегенді Алмагүлдің естуі бар. Бірақ бұл екі рет сол кездері туралы айтып беруін сұрағанда анасы сырғақ қысып дұрыс жауап бермеді. Көпшілік жиналатын жерлерде ауылдың өсекшілері бастарын түйістіре қалып, бүгінде бір үйдің отанасы болып отырған екі әйелді көздерімен баға отырып, сонау жылдары болған бір оқиғаны естеріне ала бастайтын. Қызық көріп, тыңдап та көрген. Жылдар өте шыны қайсы, қос басы қайсы екенін ажырата алмастай болып кеткен әңгіме ұшы екі қыз бен олардың достығының бұзылуына себепші болған бір жігітке барып тірелетін. Ғайша екеуінің бір мектептің маңдайалды оқушылары болғаны сол әңгімелерді өршіте түсті. Жарыса оқып, үйірмелерге жарыса қатысып жүрген қыздар шешелерінің де іштей бәсекеге түскендей екеуін бірінен бір асыра киіндіретініне алғашында мән берген жоқты. Бәрін білетін және білгенін іште сақтай алмайтын жандар көздерін ашты. Екеуіне екі түрлі мазмұнмен жеткен 20 жыл бұрынғы оқиға қыздардың балғын жүректерін ауыртып, әрқайсысы өз анасын аяп, өзіндік ой түйдірген. Ғайша университеттің тарих факультетіне түскенін естіген Алмагүлдің анасы қызы жаратылыстану пәндеріне бейім екенін біле тұра, мамандық таңдау туралы сөз болғанда мұның тарихшы болғанын қалайтынын айтып қалғанды. Әрі оқуға түсуге де қол ұшын береміз деген адамдар сол маңда жұмыс істейді екен. Анасын емеуріннен түсінген қыз қарсы болған жоқ. Оқуға түскен Алмагүлді Ғайша кітапханаға, оқу залына, асханаға ертіп апарып көрсетіп, кәдімгідей-ақ қамқорлық танытты. Тіпті кейбір сабақтарда жазған дәріс дәптерлерін беріп, бас қатырып жазбай-ақ қой деген естігенде курстастары бұған қуанды. Бірақ кішкентайынан оқуға ынтасы зор Алмагүл курстас қыздарды да таң қалдырып, ондай көмектен бірден бас тартты. Курстастары өкініп, Ғайша болса кәдімгідей-ақ өкпелеп, аралары сарқын тартқан еді. Арада біраз уақыт өткенде бұлардың қатарына қосылған өнерпаз жігіттің даңқы олардың курсына да жетті. Қашаннан әр нәрсеге қызыққыш, кішкентайынан жаңаның бәрін көріп, жақсының бәрін алып үйренген Ғайша өкпесін ұмытып, әнші жігітпен танысу үшін бір күні Алмагүлді өзі іздеп келді. Курстасың ғой, енді мені таныстыршы, деді ол әнге беріле тербеліп отырған Жасынбектен көз алмай тұрып. Алмагүлдің Жасынбекті ешкіммен таныстырғысы жоқ еді. Естімеген сыңай танытты. Қыздарға жағалай қарап, сағындым ғой дедің ғой жаным маған. Бұлт көрдің бе таулардан мамырлаған. Сол менің ақ жанымның ақ жанлы, аулақта ауылыңның дамылдаған деп үздіге ән айтып отырған Жасынбекті мұның көзімен ішіп жеп тұрғанын көрген Ғайша бәрін айтпай-ақ түсінді де оқыс шешім қабылдады. Браво, деді ол әнін аяқтаған кезде Жасынбекке таяп барып. Жарайсың жігіт, бәсе, бұл курстың шуылдақ қыздары неғып тып-тыныш болып қалды десем, әдемі әніңмен үйітіп тастаған екенсің ғой. Сосын қыздарға жағалай қарап, жоғары курстан екендігін білдіре және өзінікі жөн екеніне дау туғызбайтын дауыспен тіл қатты. Өнер көпке ортақ деген емес пе? Мұндай талантты өз курсыңның меншігі сияқты сыртқа шығармайтындарың жарамайды. Мен жоғары курстың атынан келдім. Жасынбектің әнін тыңдаймыз деп бір қауым ел күтіп отыр. Жүр, кеттік. Солай деді де Жасынбекке ойнақылана қол созды. Ғайша оқыс пайда болған әрі сұлу, әрі батыл қызға Жасынбек таңдана сүйсіне қарап, созылған қолына ерінің ұшын тигізді. Десті. Курстағы қыздардың бәрі жамырап. Ғайша мен Жасынбекті өздері көздерімен ұзатып шығарып салды.
Ғашық болып іштерінен тынып жүрген талай қыз жүректері тыпырлап Жасынбектің артынан жүргілері келді. Бір жыл бойы ән тыңдаған жігітті бұлардың ешқайсы осылай ертіп әкете алған жоқты. Солардың ішінде Алмагүл де бар еді. Оқшаулау тұрған оны қасынан өтіп бара жатқан Ғайша қолтықтап алды да артына бұрыла қарап, курстың атынан бір байқаушы ертіп алайын, аман есен қайтаруға кепілдік болсын, деп саңқылдай сөйледі. Кейін ойлап отырса, ол мұның арманына ұмтылған жолын түпкілікті кескенін көрсету үшін ерткен екен ғой. Сол күннен бастап Ғайша қайтадан Алмагүлмен араласа бастады. Бір ауылдан шыққанын, ел жақта болып жатқан жаңалықтарды жеткізуді желеу етіп, әйтеуір Жасынбекпен бір жүздесіп қалуды көздеген ол мұның бөлмесіне кейде тіпті аудиторияға келуді жиілетті. Көшеде, кітапханада кездесіп қалса да, бар әңгімесі Жасынбектен басталып, сонымен аяқталатын. Сондай сәттерде арагідік Жасынбек жолыға қалса, Жаскен деп еркелей сөйлеп, бетін тосып, өзде сүйіп, мәз-мейрам болатын. Бір қызығы, Ғайша еркелей көріп, қолын созып жүр десе, Жасынбек еріп жүре беретін. Тіпті бір-екі рет екеуі мұны жалғыз қалдырып кеткенде бар. Сонда жатақханасында жылап қайтқан Алмагүл ендігәрі Жасынбекке қарамаспын деп іштей ант су ішкен, бірақ соңғы рет Ғайшаның соңынан еріп бара жатып Жасынбек бұған жалтақтай қараған. Түн жарымда бөлмесінің есігі тық-тық қағылып, ұйықтамай жатқан Алмагүл барып есікті ашқанда, ар жағында Жасынбек тұрды. Аңтарыла қараған мұны құшақтай алып, бауырына басып, жігіт тұншыға тіл қатты. Момақаным, момақаным, сонша нәзік қауқарсыз дәрменсіз боласың ба? Қолыңдағыңды тартып алып бара жатса да тіл қатпайсың ау, жаным ау. Қаншама уақыт бойы тілсіз сүйіп, ынтыға күткен жанының өзі іздеп келгеніне сенер-сенбесін білмей, ес шығып, басы бақыттан шыр айналған Алмагүл жігіттің құшағына құлап түсті. Таңертең екеуі құшақтары айқасып оянды. Екеуінің түн жамылып кездесіп жүргенін жан адам білген жоқ. Содан бері Алмагүл үшін қызылды жасылды гүлі бар, шуақты күні бар, түрлі оқиғаға, қызыққа толы күндізгі уақыт тәуліктің ең сүйкімсіз, сұрықсыз мезгіліне айналды. Ол түнді асыға күтетін, қараңғы түнде басқан ізін білдірмей келген жан есігін тық-тық қаққанда бүкіл дүние ән салып, айналасы нұрланып сала беретіндей еді. Студенттік кештерде, мәдени іс-шараларда Жасынбек пен Ғайша жарқ-жұрқ етіп билеп, дүйім жұрттың ортасында жүретін. Біраздан бері ол екеуінің арасында тым жақын байланыс бар екендігі туралы сыпсың сөз Алмагүлдің құлағына жеткенмен, Жаскенімен оңаша құратын жоспарына сенген, әрі тәтті түндерінің ләззатына мас қыз оған мән бермеді. Бірде бұл кешке Жаскеніне жаңалық айтам деп, күннің тезірек батуын тағы да тықырши күтіп отырғанда Ғайша іздеп келді. Жүзі сынық екен, бұрынғы ашық жарқын қалпынан жұрнақ та жоқ. Келген бойда шаруасының тоқ етерін айтты. Аяғы ауыр екен. Осы уақытқа дейін Жасынбекті үйленуге үгіттеп көндіре алмай-ақ қойыпты. Себебі ол Алмагүлді сүйетін көрінеді. Егер ол маған үйленуден бас тартса, сот арқылы әкелігін мойындатамын, өзін оқудан шығартып қаңғытып жіберемін, дейді Ғайша. Сүйетінің шын болса, сен одан бас тартасың. Әйтпесе мен өмір бойы оның қыр соңынан қалмаймын. Барған жеріне қуып барып, масқарасын шығарам да отырамын. Саған керегі сол ма? Алмагүлдің шекесі солқ-солқ етіп басы айналып кетті. Жүкті екенін айтып, Жасынбекті қуантам деп отырса, ол тек мұнда емес, басқанында жарылқап жүр екен ғой. Ғайшаның сұп-сұр жүзін көрмеу үшін көзін тарс жұмып алды. Құлағы шың-шың етіп, жүрегі лобыды. Не істерін білмей, бір отырып, бір тұрды. Шатқаяқтап тұрған мұны төсегіне итере отырғызып, Ғайшаны есікті тарс жауып қалай шығып кеткені есінде жоқ. Түнде есік тық-тық қағылғанда көрпесін бүктеп жылап жата берді. Ертесімен вокзалға барып, өзінен үлкен әпкесі тұратын қалаға қарай жүретін пойызға мініп кетті. Сол кеткеннен Алматыға оралған жоқ.
Айы күні жеткенде ұлды жүрегінің дімкәстігінен бір перзентке зар болып жүрген әпкесі бауырына салып алды. Жасы 40-қа келгенде әке таңған жездесі ұлына Еділ деп ат қойып, ұлан асыр той жасады. Алмагүл ол тойға барған жоқ, жападан жалғыз бүк түсіп жата берді. Жүрегін өртеген өкініш бүкіл бойына у болып тарап, жаны да тәні де өліп қалғандай күй кешті. Сол сезіммен ғұмыр